Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгінгі сабағымыз 91-ші сабақ белгісізі бар теңдік. Бірінші есеп. Қолөнер шеберлері көрмеге 90 бұйым қойды. Олардың 50-і ағаштан және бірнешеуі саздан жасалған. Көрмеге саздан жасалған қанша бұйым қойылды? Теңдіктің қалай жазылғанын қарап, бос дөңгелектерге тиісті сандарды таңда. Жалпы 90 бұйым болса, соның 50-і ағаштан жасалған, енді қаншасы саз балшықтан жасалғанын табу үшін 50-ге 40-ты қосамыз, сонда 90 болады. Бос дөңгелектің орнына 40-ты қоямыз. Енді 90-нан қандай санды азайтсам 50 шығады. 90-нан 40-ты азайтсам 50 шығады екен. 90-нан қандай санды азайтсам 40 шығады. 90-нан 50-ді азайтсам 40 шығады деп бос дөңгелектерді толықтырамыз. Екінші, белгісіз компоненттерді тап. Қосылғыш қосындының мәні. 4-ке 6-ны қоссақ 10 шығады. 4-ке қандай санды қоссам 10 шығады. 4-ке 6-ны қоссақ 10 шығады. 6-ға қандай санды қоссақ 10 шығады. 6-ға 4-ті қоссам 10 шығады. Азайғыш, азайтқыш айырманың мәні. Азайғыш дегеніміз 10, азайтқыш дегеніміз 4. 10-нан 4-ті азайтсақ 6 шығады. 10-нан қандай санды азайтсам 4 шығады. 6-ны азайтсам 4 шығады. Келесі. Қандай саннан 4-ті азайтсам 6 шығады. Әрине, 10-нан 4-ті азайтсам 6 шығады екен. Келесі. Үшінші есеп. Бос орынға тиісті сандарды атап өрнектерді жаз. 20-ға 10-ды қоссам 30 шығады. 40-ға 40-ты қоссам 80 шығады. 50-ден 20-ны азайтсам 30 шығады. 100-ден 80-ді азайтсам 20 шығады. 100-ден 70-ді азайтсам 30 шығады. 50-ге 50 қоссам 100 шығады. 30-ға 60 қоссам 90 шығады. 40-ға 20-ны қоссам 60 шығады. 50-ге 40-ты қос, 50-ден 40-ты азайтсам 10 шығады екен. Келесі. Көрмеге таңертең 30 адам, ал кешке одан 10 адам артық келді. Көрмеге кешке неше адам келді? Шартын құрамыз. Таңертең 30 адам, кешке таңертеңге қарағанда 10 адам артық келді. Артық келді десе, оны қосылмалы қолданамыз. 30-ға 10-ды қоссақ 40 шығады. Жауабы кешке көрмеге 40 адам келді. Келесі, осы есепке келесі құрастыратын болсақ, таңертең 30 адам, кешке 40 адам келді. Енді бұлай келесі құрастырсақ болады. Таңертең кешке қарағанда қанша адам кем келді? Азайтылмалы қолданамыз. Сонда жауабы 10 адам кем келген екен. Келесі есеп. Келесі есебіміз. Сырғалар 4 қобдишаға теңдей бөлініп салуымыз керек. Бізде жалпы 8 сырға бар екен, және 4 қобдиша бар екен. Енді мына 2 сырғаны бірінші қобдишаға, екінші 2 сырғаны екінші қобдишаға, үшінші 2 сырғаны үшінші қобдишаға, төртінші 2 сырғаны төртінші қобдишаға салып, осы жерден қорытынды жасайтын болсақ, 2 сырғадан 4 қобдишаға салуымызға болады екен. Демек, әр қобдишаға 2 сырғадан саламыз деп айтады екенбіз. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.